Ислам, конечно, тоже хочет удобными соперниками подраться, я так понимаю. По-любому я могу везде подраться с ним, и везде будет хорошим. Я думаю, самый неудобный соперник для него это я. Ассалаумағалейкум жігіттер. Шавкат Рахмонов айтады. Ислам Махачев дейді, өзіне ыңғайлы қарсылас таңдайды дейді. Енді Шавкаттың мына сөзін мен өзім былай қабылдап тұрмын. Ислам Махачев мықты жігіттермен төбелесуден қорқады, мықты жауынгерлермен төбелесуден қорқады, ол өзіне әлсіз жауынгер таңдайды. Жеңуге болатын. Шавкаттың мына сөзін мен былай қабылдап тұрмын. Енді бұл әңгіме қайдан шықты дейсіңдер ғой. Шавкат неге ислам өзіне ыңғайлы қарсылас таңдайды деп айтып жатыр. Ол әңгіме мынадан шықты. Басында исламнан сұраған болатын адамдар. Мына 77 чемпионы болды ғой ислам өткенде, содан сұраған. Енді мына Шавкатпен төбелесуге қалай қарайсың десе, ислам айтып жатыр. Ой, мына Шавкат төбелеспегелі біраз болды, бір жылдай болды төбелеспегелі. Шавкатқа кішкене белсенді болу керек, анау мынау. Сөздің қысқасы, Шавкат менімен төбелесуге лайық емес деп жатыр да, чемпионмен төбелесуге. Көрдіңдер ма? Сөйтіп айтқан болатын. Содан Шавкаттан сұрады бұлар. Ислам жаңағыдай әңгіме айтқаннан кейін. Ислам осылай деп жатыр сен жайлы, не дейсің деп. Сосын Шавкат айтады. Енді исламды түсінем дейді. Исламға қиын қарсылас керек жоқ, оған ыңғайлы қарсылас керек, жеңуге болатын. Сондықтан мен исламның мына әңгімесін түсінем деп жатыр ғой. Сонда Шавкаттың мен түсінгенім, Шавкат былай деп жатыр ғой. Ислам мықты жігіттермен төбелесуге қорқады. Мен сияқты мықты жігіттермен, жастармен төбелесуге қорқады ол. Сондықтан оған бір ыңғайлы шал біреу керек мына 77-те. Жаңа 77-те чемпион болды. Енді мына белдігін бір шалға қарсы қорғап кету керек деген әңгіме ғой бұл енді, да? Мен солай қабылдап жатырмын. Қараңыздар. Жаңағы Шавкаттың айтып жатқаны исламға ыңғайлы қарсылас керек деп отыр ғой. Ол әңгімесінде жаны бар да, былай. Ислам мына 77-дің чемпионы болғаннан кейін былай деген болатын. Мен келесі жекпе-жегімді Камар Усманға қарсы өткіземін дейді. Ойлаңыздаршы, Камар Усман. Шал болды ғой ана жігіт. Енді мына жерде қараңыздар. Ислам жаңа айтып жатыр. Шавкатпен төбелесесің ба десе, Шавкат төбелеспегелі біраз болды, бір жылдай болды, ол белсенді емес деп жатыр да. Камар Усман соңғы рет қашан төбелесті, айналайындар ей. Хамзатпен төбелесті ма Камар Усман? Хамзаттан жеңілді, бірақ өйтіп тұрып быт-шыты шығып таяқ жеп тұрып жеңілген жоқ. Бірақ сонда да біраз болды ғой Камару төбелеспегелі. Камаруға қарағанда Камару Шавкаттан көп болды ау төбелеспегелі. Сонда ислам жаңағы әңгімесі, Шавкат типа төбелеспегелі көп болды, ол белсенді емес деген әңгімесі кеме жатыр да бұлай. Жарайды, мақұл, Шавкатпен төбелеспей. Мына 77-те небір қасқырлар бар ғой, қазір жастар. Солардың біреуін таңдаса, онда айтпайтын еді да, жаңағыдай әңгіме шықпайтын еді да. Мына исламға ыңғайлы қарсылас керек, әлсіздеу қарсылас керек, жеңуге ыңғайлы дейтін. Онда әңгіме шықпайтын еді. Жарайды, мына Шавкат төбелеспегелі бір жылдай болды. Алдымен біреумен төбелесіп алсын, біреуді жеңіп алсын, сосын келіп маған келсін, мен қазір мына жастардың біреумен төбелесейін деп айтса, онда айтуға болатын еді. Ой, мына ислам красавчик екен. Шынында да Шавкат төбелеспегелі біраз болды. Алдымен келіп бір нетіп алсын, сосын барып исламға секірет деп айтуға болатын еді да. Ал исламның айтып тұрған әңгімесі, Шавкат төбелеспегелі біраз болды деп қояды да, мына жақтан соңғы рет қашан төбелесті ана Усман? Жасы да келіп қалған. О да төбелеспегелі біраз болды, соны таңдап тұр да. Сонда Шавкаттың жаңа әңгімесінің жаны бар. Көрдіңдер ма? Ислам өзіне не дейді? Ыңғайлы қарсылас таңдайды дейді исламдар. Исламның командасы. Жалпы ислам өзіне ыңғайлы қарсылас таңдайды деп отырғаны сол ғой енді. Әңгіме осы да. Одан Шавкат айтады, исламға шынында да мықты жекпе-жек керек болатын болса, менімен төбелессін деп отыр ғой, Шавкаттың сөзі. Мен исламға күресіне де төтеп бере аламын, тік тұрып та төбелесе аламын. Мықты болатын болса, исламға жігіт болатын болса, менімен төбелессін деп тұр ғой енді. Шавкаттың әңгімесі сол. Енді қалай ойлайсыңдар? Ислам мен Шавкат төбелесіп қалып жатса. Мен ойымша ислам Шавкатпен де Камар Усманмен де төбелеспейді. Менің ойымша ол Топуриямен төбелесетін сияқты. Топуриямен болатын жекпе-жек UFC-ге керек бұл жекпе-жек.
Конор мен Хабибтің жекпе-жегі сияқты болады да бұл жекпе-жек. Треш-ток болады, Топуриян білесіңдер, қалай сөйлейді, неше түрлі айтады. Мына Усманмен болатын жекпе-жекте жақсы болады, бірақ енді треш-ток андай ештеңе болмайды ау. Мына Топурянмен болатын маса қызық болады. UFC-ге керегі де сол. Одан кейін исламда қарсы емес, алдында бір әңгімесін естіп қалдым. Топуря қазір 70-ге көтеріпті да, ол 70-те төбелеседі екен. Ислам 77-те, бірақ ислам айтады да, мен қайтадан мына 70-ке түсіп қиналатын шамам жоқ дейді, мен жаңағы салмақ қуып бүйтіп. Бірақ енді UFC жақсы ұсыныс жасаса, яғни жақсы ақша берсе, онда төбелесуге қарсы емеспін деп жатыр да. Көрдіңдер ма? Содан менің ойым енді Топуря мен исламның жекпе-жегі болады ау. Шавкатпен де төбелеспейді, Усманмен де төбелеспейді, ислам Топурямен төбелесетін сияқты. Егер Топуря мен ислам төбелесіп жатса, кім жеңеді? Мен ойымша бәрібір ислам алып қоятын сияқты. Бірақ Топуря алдында кіммен төбелескенде шошып қалдым мен, Оливейрамен. Оливейраның ұзын екен ғой, анадан Топурядан кәдімгідей ұзын да анау. Одан жекпе-жектің басында екеуі кішкене алса кетті ғой. Топуря қашып ананы итеріп әрең қашып шықты да ана жерден. Шошып кеттім мен, анау күші жетпейді ау мынау деп. 70-ге көтерілді ғой Топуря. Көтерілді да мына кіммен төбелесті? Оливейрамен. Екеуі алысқан кезде Оливейра итере салса, Топуря ұшып кетіп жатыр да ана жерде. Шошып кеттім мен. Сөйтсем мына Топуряның оқыс екен. Не бұл жаңағы алысқанда нетіп жүр десем, бұл шаршап қалмайын деп нетіп жүр екен да. Шаршап қалмайын деп. Жаңағы алса кететін болса Топурямен. Топуряның күресіне, несіне қарсы тұрса да шаршап қалды ол. Соққылар жойқын болмай қалды. Сол үшін ана жерде қашып жүрді да Топуря. Қашып жүрді, жаңағы алыс ұстасқаннан. Бәр кезде тұрады да. Разва тастайды ғой. Оливейраның ана жерде құлайды ғой. Сұмдық болды. Өткенде Бекзат пен Топуряның жекпе-жегін көрдіңдер да. Сол Бекзатқа осы Топуря сияқты жұмыс жасау керек еді. Топуряның ағасымен төбелесті ғой. Топуряның Илья Топуря сияқты жұмыс жасау керек еді. Мына Оливейрамен қалай төбелесті мына Топуря? Жаңағы Оливейра мына күреске тартқысы келді да. Мына содан қашып жүрді да, шаршап қалмайын деп, алыспай. Біздің Бекзатқа сөйту керек еді, мына Топуряның ағасымен төбелескен кезде. Топуряның ағасы Бекзатпен төбелесіп, қол аяғын шаршатып алды да. Әйтпесе жекпе-жектің басын қараңдар, Топуря мен Бекзаттың жекпе-жегін. Бас жағында Бекзат ұрып қалса, анау ұшып жүр ғой жаңа Топуря. Теуіп қалады, ұшады, ұрып қалады, ұшады да анау. Сол күшін сақтап, алыспай, күреспей, сол күшін сақтаған кезде біздің Бекзат Топуряны құлататын еді. Мен солай болжағам алдында. Бірінші, екінші раундта Топуряны құлатады. Бірінші, екінші раундтан асып кетсе, Топуря төрешілердің шешімімен жеңеді деген. Тура сондай болды да. Сенбесеңдер каналда тұр оның бәрі. Қарап көрсеңдер болады. Қысқа сол жігіттер. Ислам мен Шавкат жайлы өз ойларыңызды жазыңыздар. Ислам Шавкаттан қорқа ма, сөздің қысқасы? Соны айтыңдаршы.